Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен нағыз пиццерияларда жасайтын пиццаның жасау рецебімен бөлісемін. Ақылы мастер-класстан үйренген рецебім. Дәл осы рецеппен жасасаңыздар, пиццаларыңыз идеальный болып шығады ғой, нағыз пиццериядағы пиццалар сияқты болып шығады. Ең алдымен ұнымызды електен өткізіп, осылай дайындап аламыз. Оның үстіне жылы суға қантымызды езіп, осылай құямыз, дәл видеодағындай етіп. Үстіне бір ас қасық толар толмас құрғақ ашытқымызбен жарты шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз да, үстіне зәйтін майын қосамыз. 2 ас қасық. Міндетті түрде зәйтін майын қосыңыздар. Қамырларыңыздың жұмсақ әрі ерекше болып шығуы осы зәйтін майына байланысты. Көбісі зәйтін майының орнына жай сұйық май, күнбағыс майын қосады. Күнбағыс майы мен зәйтін майының айырмашылығы бәрібірде байқалады. Сондықтан зәйтін майын қосуға кеңес берем. Осылай қамырларыңызды жинап, басып, 30 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоясыздар. Салафановый пакетке де салып қойсаңыздар болады, бірақ мен осылай ыдысқа салып, бетін жауып қоям. Тапервардың бұл ыдысы. 30 минуттан кейін уже сіздердің қамырларыңыз жұмсарып, әдемі болып қалады осылай. Содан кейін тағы да осылай басып, қолдарыңызбен үстіне 1 шай қасық зәйтін майын құйып, жан-жағының бәріне жағып шығасыздар. Дәл видеодағындай барлық жеріне тию керек зәйтін майы. Сонда қазір көтерілгенде әдемі болып көтеріледі, және тағы да бір 40-45 минутқа бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Келесі біз фирменный соусымызды дайындаймыз пиццаға. Қызанақтарыңызды осылай қабығының шеттерін 4 жерінен кесіп шығасыздар да, үстіне қайнаған су құйып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоясыздар. Осы қайнаған суда тұрғаннан кейін 15-20 минут қызанақтарыңыздың қабығы оп-оңай осылай алынып қалады. Бізге бұның қабығы яғни керек емес. Соны алып тастаймыз. Алып тастайсыздар да, қызанақтарыңызды жақсылап тазартып, 4 бөлікке бөліп, қазір блендерда жақсылап сатып алатын боламыз. Идеальный болып шығады соус осы қызанақпен. Міне, керек емес жерлерін алып тастап, блендерға салып алып, қазір сақтайып езетін боламыз блендермен. Міне осындай сұп-сұйық болып шығады блендермен езген кезде. Келесі қызып тұрған майымызға орегано дәмдеу үшін саламыз. Жақсылап осы майда прямо есі шығып, күшті керемет бір ес береді. Оның үстіне бір чесногымызды күштен өткізіп қосып, келесі жаңағы блендердан өткізілген қызанағымызды құямыз. Бәрін жақсылап араластырып тұрып, осылай қайнатып аламыз. Бір 2-3 минут қайнатып алып, үстінен тұзымызды себеміз, және қызыл бұрышымызды себеміз. Қызыл бұрыштың орнына паприка сепсеңіздер де болады, әдемі түс береді және дәм береді. Бетін жауып 2-3 минут осылай бұқтырып аламыз, баяу отта. Содан кейін жеке ыдысқа құйып аламыз. Соустарыңыз кішкене қоюланады. Дәмі деген енді өте керемет болып шығады. Пиццерияларда соусты дәл осылай жасайды. Енді бізде уже 45 минут өтті. 45 минут өткеннен кейін біздің нанымыз кішкене көтеріле бастайды. Жұмсарған, осылай кішкене ұн сеуіп алып, нанымызды пиццаға ыңғайлап, домалақ етіп, яғни дөңгелек етіп жайып аламыз. Өте жұқа етіп жайылады. Тура осы менің рецебім бойынша бір пиццаның қамыры шығады. Жан жақтарын бәрін қарап алыңыздар, барлық жері бірдей, бір қалыңдықта болу керек. Сосын кейін шеттерін осылай әдемілеп, біріп қалыңдау болып тұру үшін осылай шеттерін әдемілеп шығасыздар да, екінші жағына аударып аласыздар. Екінші жағына аударып алып, міне противеньге салып, нанымызды қазір үстіне фирменный соусымызды жағып шығамыз.
Соустың түрінен де көрініп тұр ғой, қандай керемет болып тұрғанын. Барлық жеріне соусымызды бірдей қылдырып жағып аламыз, және осының үстіне сырымызды сеуіп шығамыз. Пиццаға міндетті түрде моцарелла сырын қолданыңыздар. Осы сырдың үстінен қызанақтарымызды қойып шығамыз. Менде пицца маргарита пиццасын дайындаймын. Алдын ала 250 градуста қызып тұрған пеште 6-7 минут қана пісіріп аламыз. Көп ұстамаңыздар, сырларыңыз қатты болып кетеді әйтпесе. Міне біздің пиццамыз дайын болып шықты. Енді дәмін, иісін айтып сөзбен жеткізу мүмкін емес. Міндетті түрде өздеріңізде жасап көріңіз. Пиццаларыңыз дәл пиццариядағындай болып шығады. Қамыры да жұп-жұмсақ, әрі өзінің сыры да осылай үзгенде созылып, ауызда еритіндей болып, тәтті болып шықты. Видео ұнаса, соңында лайк басып, комментарий қалдырып, және каналыма жазылуды ұмытпаңыз, сонда рецепттерімді жіберіп алмай көріп отырасыз.